Бәріңе сәлем. Бүгін видеода құрманың сан түрлі ауруларға пайдасын айтатын боламын. Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Иман келтіргенде жәннатта әзірленген небір дәмді тәтті астардың ішінде құрма да айтылады. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге пайдалы екенін анықтады. Яғни дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және де босанатын күні үзбей осы жеміс шырын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзаға әлсіреген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туылған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Мәселен, Израильде жүргізілген зерттеуде құрма мен алма салыстырылған. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген. Тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Сонымен құрма әртүрлі ауруларға шипа екенін қазір осы видеода айтатын боламын. Ең алдымен құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Екінші, бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цифроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Үшінші, құрма көз жанарының көру қабілетін жақсарта алады. Сәбіздегідей оның құрамында А дәруменінің мөлшері өте көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Төртінші, құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланады. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға да болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері өте көп. Құрманы сүт араластырып қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа. Келесі, құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Құрамында А, Е, Б дәрумендеріне де бай. Алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа айтқанымдай, жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс. Тіпті құрма сүйектерін үгітіп, кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады. Сонымен қоса, құрманы жатырдан бұрын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. Келесі, калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға миға қажетті оттегіні алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Құрманы әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі. Себебі құрма ағзадағы әлсіздікті жоя алады. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, күніге құрма жеуді ұмытпаңыз.